Тамыр өсімдіктің негізгі вегетативтік мүшесі. Ол өсімдікті топыраққа бекітіп, суды және минералды тұздарды сіңіреді және сабаққа өткізеді. Тамырдың ұшы бірнеше аймаққа бөлінеді, әр аймақтың өз қызметі бар. Бөліну аймағы. Тамырдың ең ұшында орналасқан тамыр ұшы бүршігі, тамыр ұшының өсу нүктесі бар. Бұл аймақта жас жасушалар үздіксіз бөлініп, тамырдың ұзарып өсуін қамтамасыз етеді. Жасушалар ұсақ, тығыз орналасқан және ядролары ірі болады. Қызметі жаңа жасушаларды түзу. Өсу аймағы. Бөліну аймағының артында орналасады. Бұл аймақтағы жасушалар бөлінуден кейін ұзарып, ұлғаяды, тамыр ұзарып өседі. Қызметі тамырдың ұзындығын арттыру, өсу. Сору аймағы. Бұл аймақта тамыр түктері көп болады. Тамыр түктері топырақтан суды және минералды тұздарды сіңіреді. Сіңірілген заттар өткізгіш ұлпалар арқылы жоғары көтеріледі. Қызметі суды және минералды заттарды сіңіру. Өткізу аймағы. Сору аймағының жоғары жағында орналасады. Мұнда өткізгіш ұлпалар ксилема және флоема жақсы жетілген. Ксилема арқылы су мен минералды заттар сабаққа өтеді. Ал флоема арқылы органикалық заттар тамырға жеткізіледі. Қызметі суды, минералды және органикалық заттарды тасымалдау. Тамырдың ішкі құрылысы. Тамыр көлденең кесіндіде үш негізгі бөлікке бөлінеді: сыртқы қабық, эпидерма, ортаңғы қабат, қыртыс, орталық цилиндр, өткізгіш ұлпалар. Флоема. Өткізгіш ұлпаның бір бөлігі. Органикалық заттарды, қоректік заттарды жапырақтан тамырға қарай тасымалдайды. Тірі жасушалардан тұрады. Қызметі. Органикалық заттарды төменге жеткізу. Ксилема сүрек ұлпа. Өлі түтікшелерден тұрады. Су мен минералды тұздарды тамырдан сабақ пен жапыраққа тасымалдайды. Қызметі суды және минералды заттарды жоғары өткізу. Камбий. Флоема мен ксилема арасындағы жұқа қабат. Тірі бөлінгіш жасушалардан тұрады. Жаңа өткізгіш ұлпаларды түзеді және өсімдіктің жуандауын қамтамасыз етеді. Қызметі өткізгіш ұлпаларды түзу, тамырдың жуандауын қамтамасыз ету.